Қазақстанның жабайы табиғатына алғаш рет Амур жолбарысы жіберілді. Енді Іле-Балқаш мемлекеттік табиғи резерватының аумағында үміт есімді аналық жолбарыс мекендейді. Бұл елімізде жойылып кеткен жыртқышты тарихи мекеніне қайта жерсіндіру бағдарламасының алғашқы кезеңі. Қазақстан табиғаты үшін тарихи сәт. Жарты ғасырдан астам уақыт бұрын өз жерінен мәңгілікке жойылды деп есептелген жабайы мысық қазақ даласына қайта оралды. Бұл жай ғана жаңалық емес. Бұл бүкіл әлемдік маңызы бар ауқымды экологиялық жобаның жемісі. Қазақстан үкіметі мен дүниежүзілік жабайы табиғат қоры WWF бірігіп тарихты қайта жаңғыртты. Бүгінгі шығарылымда біз жолбарыстардың Қазақстанға әкеліну жобасы, олардың тарихы, қайда мекендейтіні және ең бастысы адамдар мен ауыл шаруашылығына қаупі бар жоғы туралы егжей-тегжейлі айтып береміз. Тұран жолбарысының тарихы. Кезінде Қазақстанның оңтүстік өңірлерін Сырдария, Іле, Шу өзендерінің бойындағы қалың тоғайларды тұран жолбарысы мекендеген. Бұл ерекше түр өзінің ірілігімен және суыққа төзімділігімен ерекшеленетін. Алайда 20 ғасырдың басында басталған жаппай аңшылық, жерді игеру және орман тоғайлардың кесілуі экожүйені бұзды. Оған қоса жолбарыстың негізгі азығы жабайы шошқалар мен бұғылар азайып кетті. Осының салдарынан соңғы тұран жолбарысы Қазақстанда өткен ғасырдың 40-50 жылдарында бір жолата жойылды. Қазіргі әкелінген жолбарыстар генетикалық жағынан тұран жолбарысына ең жақын туыс саналатын Амур жолбарыстары. Жолбарыстар қайда жіберіледі және қандай жерде мекендейді? Жолбарыстарға кез келген жер жаға бермейді. Оларға қалың өскен қамыс, жасырынуға ыңғайлы тоғай және су көзі қажет. Сондықтан жаңадан әкелінген жолбарыстар Алматы облысындағы Іле-Балқаш мемлекеттік табиғи резерватына жіберілді. Бұл аумақ кездейсоқ таңдалған жоқ. Мұнда соңғы бірнеше жыл бойы экожүйені қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Жолбарыс еркін өмір сүріп, көбеюі үшін 400 мың гектардан астам аумақ қорғауға алынған. Бұл қамыстыну ормандар мен өзен атыраулары үйлескен нағыз жабайы табиғат бесігі. Жолбарыстың азығы не жейді? Жолбарыс экожүйенің шыңында тұрған жыртқыш. Толыққанды өмір сүру үшін бір жолбарысқа жылына шамамен 50-70 ірі тұяқты жануар қажет. Олардың негізгі азығы жабайы қабан, елік, қарақұйрық және бұхар бұғысы. Жолбарыстарды әкелмес бұрын мамандар резерваттағы осы жануарлардың санын жасанды түрде көбейтті. Мәселен, тарихи отанына бұхар бұғылары да қайтарылып, олардың популяциясы тұрақтанды. Яғни жолбарыстардың табиғи ортада қарны тоқ болады. Ал бұл олардың басқа аумақтарға тамақ іздеп кетпеуінің басты кепілі. Ауылға, малға және адамға шабуыл жасау қаупі бар ма? Ел арасында жолбарыс ауылға шауып мал мен адамға қауіп төндіре ме деген орынды сұрақ туындады. Мамандардың айтуынша қауіп өте төмен. Біріншіден, резерват ауылдардан өте қашық орналасқан және арада арнайы қорғаныс, буферлік аймақтары бар. Екіншіден, табиғатта азық жеткілікті болғандықтан жолбарысқа адамдарға жақындаудың қажеті жоқ. Жолбарыс табиғатынан адамнан аулақ жүруге тырысады. Үшіншіден, әрбір жыртқышқа спутниктік GPS қарғыбау тағылған. Инспекторлар олардың әрбір қадамын 24/7 режимінде бақылап отырады. Егер жолбарыс елді мекенге бағыт алса, мамандар оны дереу қауіпсіз аймаққа қайтару шараларын қабылдайды. Жолбарыспен кездесіп қалғандағы іс-әрекет. Дегенмен табиғаттың аты табиғат. Егер орман тоғайда жолбарыспен кездейсоқ кездесіп қалсаңыз, мына алтын ережелерді қатаң сақтау қажет. Ешқашан қашпаңыз. Қашқан адамға жыртқыштың инстинкті оянып, оны олжа ретінде көреді. Жолбарыстан қашып құтылу мүмкін емес. Арқаңызды бұрмаңыз. Оған бетіңізген қарап, көзбен байланыс орнатыңыз. Денеңізді үлкенірек етіп көрсетіңіз. Қолыңызды көтеріңіз, күркеңізді ашыңыз. Жыртқыш өзінен үлкен немесе тең қарсыластан қаймығады. Ақырындап артқа шегініңіз. Қатты, бірақ сенімді дауыспен сөйлеп, баяу артқа қарай қадам жасаңыз. Тұран жолбарысының оралуы, Қазақстан табиғатының қайта түлеуі. Бұл тек бір аңның емес, тұтас экожүйенің қалпына келуінің символы. Табиғатымызды бірге сақтайық. Бейнеролик ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.